Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге 2 минутта ғана дайындалатын коктейльдің рецептімен бөлісемін. Сіздермен бірге мен Нұрдана. Ал ендеше рецептімізді бастаймыз. Бізге керекті заттар сүт, құлпынай және де банан. Егер сіздер қаласаңыздар, кез келген басқа да жемістерді қолдансаңыздар болады. Ал енді біз бірінші өзіміздің құлпынайларымызды жақсылап салқын сумен жуып аламыз, одан кейін тазалауға кірісеміз. Яғни құлпынайларымыздың осындай басындағы шөптері, яғни соның жапырақтарын алып тастауымыз керек. Сонда біздің құлпынайларымыз таза әрі арасында не болып, сіздің смузиіңіздің дәмін құртпайды. Сол үшін де осылай біріншіден құлпынайлардың барлығын да тазалап алу қажет. Егер сіздер қаласаңыздар, өрік немесе кез келген басқа да жемістерді қолдансаңыздар болады, олар да жақсы үйлеседі. Әрине, егер сізге қандай жеміс ұнайды, соның түрін қолдансаңыздар болады. Енді мен ыдысыма салып барлығын дайындап алдым. Енді езуге кірісеміз. Ең бірінші мен осындай ыдысты қолдандым. Егер сіздерде ондай ыдыс болмаса, жай ғана пластмасс ыдысқа істесеңіздер болады. Немесе осындай арнайы коктейль жасайтын миксер болса, ол да жақсы. Біз бірінші құлпынайымызды салып аламыз, одан кейін бананымызды бөліп саламыз, мінекей. Енді үстінен сүтті құямыз. Сүтті құйғаннан кейін блендерді тоққа тығып, жақсылап еземіз. Міне бізде дайын болды. Мен қазір банкіге құйып алатын боламын, немесе пиалаға да құйып алсаңыздар болады, бәрі өз қалауыңызша. Мен қазір бұны холодильникке салып қоямын, себебі мұздатса өте дәмді болып шығады. Мінекей достар, бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, лайк басып, комментарий жазып, лентадан жоғалтпау үшін сохранить етіп алыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрдана, рецепттің ұнағанына